Байлығың, денсаулығың атты арнама қош келдіңіз. Өзінің денсаулығын бәрінен қымбат санайтын жан. Күніңізге сәттілік тілей отырып, қызықты әрі пайдалы, сіз білмеген мәліметтермен бөлісемін. Бүгінгі видеомыз өзі тәтті әрі пайдалы көкөніс қызанаққа арналады. Қызанақ жарықты жақсы көреді. Ол құрғақшылыққа өте төзімді әрі жылы сүйгіш болып келеді. Оның негізгі отаны Оңтүстік Америка деп саналады. Орыс тіліндегі помидор сөзі итальян тіліндегі помодоро сөзінен шыққан. Ол алтын алма деген мағынаны білдіреді. Қызанақты тек басқа елдерде ғана емес, өз елімізде де толығымен зерттеп, өңдеп шығаратын ғылыми орталықтар бар. Соның ең негізгісі Алматы облысы Қарасай ауданы Қайнар ауылында орналасқан Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу орталығы. Бұл ғылыми зерттеу орталығында қызанақ туралы зерттелген еңбектер мен кітапшалар шыққан. Қызанақ негізінен жазық жерде өседі. Оны отырғызғаннан кейін 70 немесе 75 күнде піседі. Қызанақтың түсі қызыл, дәмді болғанымен өзіндік түрлерге бөлінеді. Мысалы, микадо қызғылт, рома, қызыл алып, қызғылт біл, кардинал, жабайы раушан сынды күлкілі әрі қызықты есімдермен аталады. Қызанақты не үшін жеу керек деп ойлайсыз? Біріншіден, қызанақ жүрекке өте пайдалы. Жүрек адам ағзасындағы ең маңызды бұлшық ет. Қызанақты жеп қана қоймай, одан жасалатын томат шырынын үзбей ішсеңіз, жүрегіңіз дұрыс жұмыс жасап, ұзақ өмір сүруіңізге жол ашасыз. Егер томат шырынын ұнатпасаңыз, қызанақтың өзінен еш нәрсе қоспай, шырын жасап ішуіңізге болады. Екінші пайдасы, қан қысымыңызды қалыпқа келтіріп, жүйелі жұмыс жасауға көмектеседі. Әсіресе үлкен кісілер қан қысымынан көп зардап шегеді. Сондықтан да қызанақты өз мерзімінде көбірек пайдалануға тырысыңыз. Қызанақтың тағы бір маңызды пайдасы ас қорыту жүйесі, ішек аурулары мен бауырдың жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар іш қатудың алдын алады. Егер іш қату мазалап жүрсе, күнделікті түскі уақытта қызанақты жақсылап жуып жеңіз. Қызанақтың келесі пайдасы көз ауруларының алдын алуға көмектеседі. Қазіргі кезде көз үлкен мәселеге айналып отыр. Өзіңіздің, отбасыңыздың, жақындарыңыздың көз көруі нашарлағанын байқасаңыз, үзбей қызанақты пайдаланыңыз. Себебі оның құрамында көздің жақсы көруіне әсер етіп, көздің ауруларын болдырмайтын дәрумендер бар. Сонымен қатар, ұйқысыздық мазалап жүрсе, түсте және ұйықтар алдында тазартылып, жуылған қызанақты жеңіз. Уақыт өте келе, ұйқыңыз қалыпқа келіп, жақсы әрі тыныш ұйықтайтын боласыз. Ал егер тамағыңыз ауырса, сарымсақ пен қызанақты бірге араластырып, блендерде езіп, шырын етіп дайындап, күніне 3 мезгіл ішіңіз. Сонда тамақ ауруы басылып, жайлылық сезімін сыйлайды. Бұны көбінесе балаларға берген дұрыс шешім болады. Себебі қызанақ шырыны өте дәмді әрі пайдалы. Дәлелденген мәліметке сәйкес, қызанақтың құрамында калий, хром, натрий, фосфор, бор, А және С дәрумендері бар. Бұл қызанақтың тіске де пайдалы екенін білдіреді. Қызанақ жесеңіз, тісіңіз құрттамай, ағарып, қызыл иек қатаяды. Бұл көп жерлерде айтыла бермейтін мәлімет. 100 грамм қызанақта балыққа, етке қарағанда 2 есе көп темір бар. Бұл дегеніміз ағзаға жеткіліксіз витаминдерді толықтырады.
Қызанақтың айтыла бермейтін пайдасы орасан зор. Соның бірі адам ағзасындағы қан айналымын, жүйке жүйесін жақсартып, көңіл күйді көтереді. Сонымен қатар есте сақтау қабілетті де жақсартуға көп көмегін тигізеді. Ағзаға күш береді. Егер әлсіреп, еш нәрсеге құлшынысыңыз болмаса, қызанақ жеп, ары қарай жұмысқа кірісе беріңіз. Жыл сайын әлем бойынша 60 миллион тонна қызанақ егіледі. Оның тез әрі көп өсетін жері Қытай деп саналады. Сол үшін қызанақты сатып алар кезде дұрыс таңдаған жөн. Немесе үй қызанағын сатып алу керек. Кей деректерге қарасақ, қытайлықтар тез әрі жақсы пісу үшін дәрі-дәрмек қосады екен. Бұл денсаулыққа орасан зиян келтіреді. Бәріміз білетіндей, салатқа, басқа да тағамдарға қосатын қызанақ түрі черри деп аталады. Дәрігерлердің айтуынша, черри кәдімгі біз жеп жүрген үлкен қызанақтан 2 есе пайдалырақ. Сондықтан да көбірек тұтынуымыз қажет екен. Қызанақ артық салмақтан арыла алмай жүрген жандарға да жақсы көмектеседі. Ол үшін күніне 5 қызанақ жеу қажет. Яғни түскі және кешкі уақытта бөліп жеген дұрыс. Егерде 5-тен артық жесеңіз, басқаша әсер етіп өзіңізді жайсыз сезінуіңіз мүмкін. Шаш, бет күтімі бойынша да қызанақты пайдалануға болады. Ең бастысы, табиғи маска дайындауымыз керек. Ол үшін жарты қызанақты алып, жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырып, бетке жағып 10 немесе 15 минут ұстайсыз. Одан соң міндетті түрде жылы сумен жуып тастау керек. Бетіңіз тазарып, жасарып қалады. Бұл барлық теріге арналған маска. Ал бетіңіз құрғақ болса, бір қызанаққа жарты қасық сүзбе және тазартылған сиыр сүтін қосып, араластырып, бетіңізге жағасыз. 10 минуттан соң жақсылап жуып тазартасыз. Бетіңіз майлы тері болатын болса, бір үлкен қасық лимон шырыны, 12 грамм ұн, бір қызанақты араластырып, бетіңізде 20 минутқа қалдырасыз. Одан соң сумен жуып, өз бетіңізге тамсана қарайсыз. Бет адамның ең негізгі көзге түсетін маңызды жері. Оны таза ұстап, күтім жасау, сұлу әрі жас теріні қалыптастырады. Қарапайым ғана нәрсені орындап, жақсы нәтижеге жете аласыз. Өзінің жасынан әлде қайда жас әрі сұлу көрінетін, беті таза, күтінген әйел адамдардың басым көпшілігі қызанақты пайдаланады. Оның нәтижесі әрине бірден көрінеді. Шаш күтімі бойынша шашыңыздың ұзындығына сәйкес бірнеше қызанақты алып, оның суын жақсылап сығып, шашыңызға жарты сағаттай жағып қоясыз. Одан соң сусабынмен міндетті түрде жақсылап жуып, тазартуыңыз қажет. Оның нәтижесі шашыңыз жылтырап, әрі жақсы өсе бастайды. Міне, сіздерге қаншама пайдалы ақпарат берілді. Жай ғана тыңдап қана қоймай, денсаулығыңыз үшін қызанақты көбірек тұтыныңыз. Бұл мәліметтер арнайы тексерілген шынайы ақпараттар. Құрметті тыңдап отырған менің оқырманым, сіз күнделікті қызанақты жиі қолданасыз ба? Өзіңіз, жақындарыңыз, балаларыңыз қанша пайыз қолданады? Егерде өз асханаңызда, өз мәзіріңізде жоқ болатын болса, осы берілген мәліметтерден соң, осы айтылған құнды ақпараттардан соң міндетті түрде асханаңызда, тоңазытқышыңызда тұратын асқа айналсын. Себебі қызанақтың айтылмаған пайдасы әлі де көп. Адамзатқа Алладан берілген ең үлкен нығметтің бірі ол әрине денсаулық. Денсаулық Алладан берілген үлкен аманат. Ал біз аманатқа қиянат жасамай,
Оны жақсылап күтініп, пайдалы өнімдерді тұтынып, зиянды нәрселерге жоламай, спортпен шұғылданып, өзіміздің жасымыздан жас көрінуге әрекет жасауымыз қажет. Себебі денсаулықты ешқандай ақшаға, алтынға, күміске, бағалы затқа айырбастай алмайсың. Ол сенде бар ең басты құндылығың. Өмірде белгілі бір жетістікке жету, не болмаса әлемді шарлау, күнделікті жүріп тұруың, қалаған жеріңе баруың, қалаған нәрсеңді жасай алуың, тамақты да іше алуың, барлығы денсаулыққа байланысты. Осыны есімізден шығармайық. Деніміздің сау әрі мықты болуы сапалы да мәнді өміріміздің басты кепілі. Сондықтан да денсаулығымызға қарап, спортпен шұғылданып, пайдалы өнімдерді тұтынып, зиянды нәрселерге жоламай, өз денсаулығымызды өзіміз бағалайық. Барлық нәрсені жасау, оны іске асыру әр адамның өзінің қолында. Менің каналым сіздер үшін пайдалы болады деген ойдамын. Жаңадан ашылған каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Мен сіздер үшін барынша пайдалы болуға тырысамын. Күндеріңізге сәттілік. Келесі жаңа видеода кездескенше. Көңіліңіз көктемнің жайма шуақ кезеңіндей көтеріңкі болып, деніңіз сау, аман-есен жайнап жүре беріңіз. Менің видеома өзіңіздің пікіріңізді, ыстық лебізіңізді білдіріп, тіркеліп кетіңіз. Тыңдап, өзіңіздің уақытыңызды бөліп, пайдалы ақпарат алғаныңызға мен өз алғысымды білдіремін.